Сәлем достар! Бүгін сіздермен чак-чак жасайтын боламыз. Чак-чак жасау өте оңай, әрі дәмді. Дастарханыңыздың гүлі болатын бұл тәттіні бірге жасайық. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет шығыс үлгісіндегі тамақтар болады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Небәрі бізге чак-чак жасау үшін 5 дана жұмыртқа қажет болады. Миксерлесеңіз де болады. Егер миксер жоқ болса, жақсылап қолмен араластырсақ болады. Осы кезде шым-шым тұзбен кіші ас қасық сода салдым. Көпіртіп алып болған соң ұнымызды көз мөлшерімен салдым. Өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі. 5 дана жұмыртқаға 300 граммдай ұн кетеді. Бірақ ұнның тығыздығына байланысты өздеріңіз салып отырасыздар. Барлығын бірден салмайсыздар. Електен өткізу арқылы салып қоясыздар. Қамырды қатты қылып үйлеудің қажеті жоқ. Осылай пакетке салып, бетін осылай бойын көтерген қамырды қайтадан басып, 15 минутқа қайта орап қоямыз. Осылай тынған қамыр айтқанға көнеді және өте керемет жайылатын болады. Осындай жайылған қамырдың жартысына осылай сұйық майды жағып аламыз. Бұл не үшін десеңіздер, видеоның соңында түсінетін боласыздар. Осылай барлық жеріне тигізіп, қамырымызды саусақтың 4 бөлігіне сәйкестендіріп, кесіп аламыз. Біркелкі шығу үшін осылай кесіп аламыз. Осылай кескен кезінде бір саусақтың көмегімен көз мөлшерімен немесе осылай мен секілді саусақты қойып тұрып, осылай кесіп аласыздар. Және осы кезінде бізге сироп қажет болады. Яғни сиропымыз 1 стақан суға 1 стақан қант саламыз. Осыны жоғары отта қайнатып аламыз. Майымыз қызып тұрған майға чак-чактарымызды салып пісіреміз. Осындай әдемі болып піседі. Кішкене майысып фигурасын сақтайды. Ал осы кезінде бізге осындай ыдыс, тостақ, кесе разница жоқ, сала бересіздер. Чак-чактарыңызды үстінен салып, сироптарыңызды құйып, қолдарыңызбен нығыз-нығыз етіп басасыздар. Өйткені бұл чак-чактың ішкі бөлігі болғаннан кейін осылай жабыстырасыздар. Осылай енді ыдысымызға салып, үстіңгі жағына сиропымызды қойып, енді чак-чактың әдемі болып дөңгеленгендерін бетіне қойып шығамыз. Ас болсын жасап көріңіздер. ютубтан Бекенова Жансая деп іздеңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер.